Ассаламалейкум. Бүгін біздерде мынандай қорап жасадым, яғни приточкаге қораға автоматты түрде белгілі бір уақыт кезінде өзі қосылып ашылады, өзі қосылып жабылады деген сияқты. Таймермен қойса да болады, я болмаса пульт арқылы қойса да болады. Қазір енді тест жүзінде пульт арқылы қосып көрсетем. Яғни бұның размері, биіктігі 40 сантиметр, ұзындығы 60 сантиметр. Бұл бізде приточкаға, яғни вытяжка жұмыс жасаған кезде қорада мына приточка ашылады даладан, яғни таза ауа кіреді. Мына жағы сетка қоршалады, арты сеткамен жабылады и ортасы осылай болады. Бұны да басқаларға да қолданса да болады. Мынау қазір бізде алдымызға қарай ашылады, жоғары қарай. Мына жақ алдынан қараған кезде міне осындай болып келеді. Бұл ана тауық қораның кішкентай тесігіне далаға сеткеге шығатын кезде де автоматика жасап қойса болады. Қазір енді біз қостық. Міне мынандай екі релелі дистанционный управление керек. Басқару үшін және де екі промежуточный реле керек. Және блок питания. Блок питания көп қуатты керек емес. Мынадан кішкентайлар болады. Мына бізде өзіміздің мощнилар болғасын, соны қойып жатырмыз. Қазір міне тест жүзінде міне пульттарды қосамыз, яғни ашамыз, жабамыз деген сияқты. Екеңіз бастық пультімізді ашты, ашып жатыр. Яғни мына актуаторымыз біздің 20 килограммға дейін көтеретін негізі қуаттылығы.